Пайғамбар алейхиссаламның жеткен хадис бар. Абдулла ибн Омар жеткізеді бұл риуаятты. Расул алейхиссаламмен бірге осы мешітте дәріс қылып отырған кезімізде деп келеді хадис, басталады. Пайғамбар алейхиссалам сол айтып жатқан дәрісті тоқтатты да бірден бізге айтты дейді. Мен сендерге жәннатқа кіруге лайық болған тірі жүрген адамды көрсетейін ба деп айтты деді. Сол кезде сахабалардың бәрі, я Расулалла, кім ол дегенімізде сырттан бір адам кіріп келді дейді. Сақалынан су ағып, қолынан дәреттің суы кеппеген дейді, құрғамаған. Кіріп келді. Елдің бәрі қарап тұрмыз, Расул алейхиссалам мынау деп айтты дейді. Сол кезде елдің бәрі қызығып ана кісіге қарап тұрмыз дейді. Өткен Расул алейхиссалам не деп айтты ол жайында? Жәннатқа кіретін адам деп тұр ана кісіні. Тірі ортамызда. Сондай көрсетейін бе деп айтты. Қазір бізге де қызық қой, Жәннаты фердаус адамды көрсетейін бе деп айтса бізге, бәріміз тастаймыз ғой шаруаның бәрін. Қай жақта кім ол деп іздеп кетеміз сол адамды. Кейін келесі күні және дәрісте отырғанымызда және Пайғамбар сөйтіп айтты. Жәннатқа лайық болған адамды көрсетейін бе деген кезде сахабалар, көрсетіңіз я Расул деген кезде кешегі айтқан адам және сол кіріп келді дейді. Үшінші күнде сондай болды дейді. Абдулла ибн Омар радхияху баласы, Алла екеуіне разы болсын. Сахабалардың ішінде Пайғамбар алейхиссаламға еліктеу жағынан Абдулла ибн Омар озат сахабалардың бірі болған. Барынша. Тіпті үйіне барған кезде әйелін тұрғызып қойып, әрбірі жүретін сахаба сол болған. Әйелін қаратып қойды екен. Сен маған қарап тұр. Мен қазір ары-бері жүремін. Пайғамбарға ұқсайын ба, ұқсамайын ба? Расул алейхиссалам денесі түйеден құлап баратқан секілді қисаятын алға қарай қайттан көтерілетін еді. Осылай жүретін Пайғамбар. Біз былай жүреміз ғой, Пайғамбар былай жүретін еді алға қарап. Былай салмақтылықпен. Бұл да момын адамның сипаты. Бұл Расул алейхиссаламның бойындағы сипат еді. Әйелі жоқ ұқсамай жатсың десе, соны қайталай береді екен тренировкасын. Әйелі сәл ұқсадың дегенге дейін күніге ода тренировка еді. Тренировкасы қалай болып жатыр? Пайғамбарға ұқсағысы келеді жүргенде. Расул алейхиссалам көшеде жүрген кезде Абдулла ибн Омар жаттайды екен. Оң аяқ былай түскен кезде дене мына жаққа қисаяды, мына қолы былай мына жаққа қисаяды, бәрін жаттайды екен де үйіне келіп әйелін тұрғызып қояды. Енді маған қарап тұр дейді. Сөйтіп соны бүйтіп салады ол кісі. Абдулла ибн Омар. Өте пайғамбарға деген еліктеу ол кісі өте жоғары деңгейде болған. Күндердің күнде Медине қаласында бір жанындағы сахаба ма табиғи ма Аллах алам, сол бір кісімен кетіп бара жатқан кезде жолдан айналып өтеді былай. Кәдімгі жол ашық. Бір жерге келген кезде бұл айналып өтеді. Кейін жанындағы не болды саған десе, жоқ жай дейді. Не болды, неғып айналып өттің десе, мен Расул алейхиссаламмен келе жатқан кезде осы жерде көлік су болған уақытында. Сөзде пайғамбар айналып өткен еді осы жерден. Кейін анау айтады, жарайды бағында су болған, бірақ қазір жоқ қой дейді ол. Сол Абдулла ибн Омар айтады, сен ана жақтан өтсең өте бер, ол жақта пайғамбардың ізі жоқ дейді. Пайғамбардың ізі мына жақта дейді. Су бола ма, болмай ма, маған қызық емес деп тұр ол кісі. Пайғамбар жүрген жолмен мен жүргім келеді. Сол Абдулла ибн Омар жаңа жәннатқа лайықты болған адамды үшінші күн арқасынан ақырын жүріп отырып, соның ауылына шейін барады. Сол көрші ауылдың адам деп келеді. Үйіне барады да, сосын есігін қағып, Құдайға қонақ болып кіріп барады. Міне біздің қазақта осыдан алынған Құдайға қонақ деп қазір кез келген үйге кіріп барсаңыз сізді қонақ етеді. Басқа дін өкілдерінде ондай мәселе жоқ. Қазір милиция шақырам дейді. Тез өзің кетіп қалмай тұрған кезде қазір милиция шақырам дейді. Или сартып сен түріңді суретке түсіріп алып, камераға түсіруі мүмкін. Кімсің сен? Ал біздің дінімізде, біздің дәстүрімізде міне бәрі діннен алынған осының бәрін. Құдай қонақпын деп кіріп барсаңыз, не істейді? Қойын сойып кемінде сізді қонақ етіп жібереді. Өйткені хадиске амалсыз деген халықпыз. Кім Аллаға, ақыретке иман келтірсе, фаюкрим дайфаху. Қонағына дұрыстап қарасы деген Пайғамбар алейхиссалам. Сол Құдай қонақ болып кіріп бардым дейді. Енді ол кісінің негізгі мақсаты не үшін келді ол жерге? Жаңағы жәннатқа лайық болған адамның амалын көрейін деп тұр ол кісі. Қалай жетті бұл ондай дәрежеге? Біз пайғамбардың жанында жүріп, ондайға лайық болмай жатырмыз. Мынау адам көрші ауылдан келіп алып, қалай жетті? Бұл біз білмейтін не істеп жатыр бұл? Деген ой дейді да Абдулла ибн Омар радхияху анху. Сөйтіп түнімен ұйықтамайды екен. Аңдыды былай айтқан кезде. Ұйықтамай, сол жатады екен. Көрейін деген ғой, не істеп жатқанын бұны. 3 күн қонақ болады үйінде. Кейін 3-ші күн жаңағы кісі айтады, мен келгендегі мақсатымды айтайын, бүгіннен үйге қайтайын дейді.
Қарап отырсам дейді, мен сізді 3 күннен бері күні түні қарадым дейді. Түнде қарадым, түнде қорлап ұйықтайсың дейді. Тағашқа тұрсаң тұрасың, тұрмасаң тұрмайсың дейді. Алып баратқан амалыңыз көрген жоқпын түнде дейді. Күндіз қарадым сіз дейді. Алып баратқан амалыңызды көрмедім, мақтанғаным емес дейді. Мен сізге қарағанда көбірек амал істейді екенмін дейді. Абдулла ибн Омар айтады. Бірақ бір нәрсені мен түсінбей жатырмын дейді. Пайғамбар алейхиссалам сізді айтты. Жәннатқа лайықты деп айтты. Сол амалыңызды айтыңызшы, не нәрсе ол, таппай жатырмын деді. Сол кезде жаңағы сахаба айтты дейді. Өзіңіз көргеніңіздей мен енді амалым өте аз адаммын. Кейде жаңағыдай істеймін, кейде істей алмай қаламын. Ол жағын мойындаймын. Бірақ мен бір амалым бар деген, ұйқыға жататын кезде мені ренжіткен, маған сөз айтқан адамдардың бәрін есіме аламын да, бәрін жанымды тазалап тастаймын дейді, шығарып тастаймын бәрін. Алла оны кешірдім мен, сен оны кешіре сал. Ана кісіні мен кешірдім, сен оны кешіре сал. Деп жанымды тазалаймын дейді. Мына жақта реніш, өкпе, біреуге деген жаңағыдай не мәселенің бәрін шығарып тастаймын дейді былай. Сөйтемін де, Алла өз рахматың ал деп тыныш жатып ұйықтаймын дейді. Мүмкін осы амалым шығар дейді да жаңағы кісі. Абдулла ибн Омар айтты, маған керегі осы еді деді. Міне осы амалыңыз қабыл болған екен Алланың алдында, қабыл болсын. Алла Тағала сізді жәннатқа лайық көрген екен. Расул алейхиссалам сізді сөйтіп айтты деп сол сүйініш сұрайды да сол жерде. Пайғамбардың сөйтіп айтқан жайында.